Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, қадірменді спорт сүйер қауым. Білек пен жүрек спорттық бағдарламасының бүгінгі санын Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының Шелек ауылында бокстан 2006-2007 жылдар туылған жасөспірімдер арасында өткен облыстың ашық чемпионатын арнамақпыз. Шырайлы Шелек өңіріндегі шаршалаң бәсекесіне облыстың барлық аудандарымен қатар Талдықорған мен Алматы шаһарларынан келген 200-ден астам жас өрен қатысты. Жарыстың салтанатты ашылу рәсімінде Алматы облысы мен Еңбекші Қазақ ауданының спорт саласында қызмет атқарып жатқан ресми өкілдер мен елімізге танымал спорт саңлақтары сөз сөйлеп, жас боксшыларға сәттілік тіледі. Бірінші аймақты Қазақстан өткізгенбіз. Енді міне әдейі біз алғанымыз осы ауылдық жерде көтеру. Осы ауылдық жерден боксшылар шығып жатыр. Біздің ойымыз осы ауылдық жердің боксын көтеріп бір олимпиада чемпионын шығару. Бұнан бар жүзден жүректе отырған азаматтар тәрбиелеуіміз керек негізінде. Ана үлкен ағаларымыз айтып кеткен сөз бар ғой. Чемпион мақсат емес, ер азамат болып парыз деп. Біз қазір ер азамат, ертең отансүйгіштік, патриот балалар тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан да болашақ осы ұрпақ жастардың қолында ғой. 5 күнге созылған біріншілік барысында чемпиондық атаққа таласушылар 15 салмақ дәрежесі бойынша бағы мен бабын сынады. Алматы облысының балалары жақсы, бапкерлер рахмет айтқым келеді оларға. Былай қарасам, дома стены помогает дейді ғой, Еңбекші Қазақ ауданының балалары көбі солар финалға шықты. Балалар жақсы, атак бәр жерде ровно ғой, балалар бәр жерде бар. Жан алысып, жан беріскен тартысты жекпе-жектер барысында әсіресе Талдықорған мен Еңбекші Қазақ ауданының жас боксшылары айрықша белсенділік танытты. 33 келі салмақтағы ақтық сында жамбылдық Альфара Ержанұлын жеңген Еңбекші Қазақ ауданының өкілі Жүрсын Матенов топ жарса, 35 келеде Сарқандық Қуаныш Құдайбергеновті тізе бүктірген Талдықорғандық Шамша Балтабаев чемпион атанды. Мен Талдықорған қаласында өркен спорт кешенінде дайындаламын. Бокспен айналысып жүргеніме 3 жыл. Мен көптеген жетістіктерім бар. Осы чемпионат өте қиын болды. Чемпион болуға тырыстым. Осы жолы енді келесі неде тағы да чемпион болуға тырысамын. Үлкен атақты спортшылар сияқты олимпийский чемпион болғым келеді. 37 келі салмақ дәрежесінде облыс орталығынан келген Сәкен Емберген Қарасайлық Әділхан Аланұлын ұтып жеңімпаз атанса, 40 келеде Есік қаласының тумасы Әлихан Тетроев үздік шықты. Ол Талдықорғандық Мұхамеджан Азаматұлын шарасыз қалдырды. 43 келеде Талдықорғандағы спорт мектеп-интернатының шәкірті Құрманғазы Серікбаев финалда командаласы Еркебұлан Қырғызбайдан басым түссе, 46 келеде Ескелділік Мағжан Бекбосыновтан айласын асырған Жамбыл ауданының боксшысы Бекбол Асқар үздік шықты. 49 келедегі ақсайғаста шаршаланға жергілікті жастарын Жәнібек Таубек пен Іле ауданының өкілі Сұлтан Алтынбек көтерілді. Алма кезек соққылармен өрбіген тартысты жекпе-жекте соңғы раундта сәл ширақ қимылдаған Сұлтанның бағы жанды. Жәнібек күмісті қанағат етті. Жақсы ойнадым деп ойлаймын. Енді осы келесі жасты да бірінші орын алады болсам. Не жетпей қалды бүгін финалда? Өзім скоростым және кішкене тезірек істеу керек. Кішкене шаршап қалдым. Соның есінен кішкене кроссовканы беріп қойдым. Шелек ауылынан 4 боксшы қатысты. Біздің БЖС номер 2 спорт мектебінен. Олардың біреу 3-ші орын алды. Біреу бүгін финалда 2-ші орын алды. Сол, екеуі ұтылып қалды сол. Алаң қалуымен сол 2-ші орын алды. Енді бір кішкене жетпей қалды енді кішкене. Ақырын дайындаламыз енді. Аймақтық чемпионат қаласынан Қаскелең қаласынан ала бұйырса бізде жаңадан чемпионат қаласына өтеді. Соған самбыдан жолдама алды. Сол жолдаманы енді сояқта тағы еңбектенеміз ала бұйырса. Сонымен ала бұйырса тырысамыз чемпион болады. 52 келі салмақтың финалында Қарасайлық Алдияр Меліс ілелік қарсыласы Әділбек Қосбаласовтан шеберлік асырса, 55 келі салмақ дәрежесінде жамбылдық Дулат Шынтаевты қапы қалдырған Қарасайлық Әсет Әділеп чемпион атанды. Қазақстан Республикасы президенті Қазақстан болдым. Және Занайда Қазақстан чемпионы болдым. Сосын 2005-2006-да облыстың чемпион болдым. Қарсыласым туралы жақсы дәрежеде айта аламын. Оған да финалға өткенде қуаныштымын. Екеуміз бір Алматының ішінен шыққанымызға қуаныштымыз. 58 келі салмақтағы шешуші жекпе-жекте Талдықорғандағы спорт интернаттың шәкірті Мәрлен Батырбек Жаркенттік Жәнібек Тұрсынды жеңіп, алтын медальге ие болды. Өз спортын таба алмай жүрдім, футболға бардым, күреске бардым. Таба алмай осы боксқа келдім, бокс жалғастырып кеттім. Сопернигім өте қатты, мықты емес болады. Өткен жарыста да шыққанмын мен.
тоже екінші раундта. 61 келіде текелілік Талғар Смағұлды жеңген Талдықорған қаласындағы спорт интернаттың тәрбиеленушісі Еркебұлан Іңкарқожа топ жарды. 64 келі салмақ дәрежесінде талғарлық Елнұр Нүсіпәлі Талдықорғандық Азат Жолдасбектен басым түсіп, алтын тұғырға көтерілді. Бүгін жекпе-жек қиын болды, соперник та оңай болмады. Сопернигіме көп-көп рахмет, бірақ жеңуге тырысып оттым. Өзім соперниктің тренері отказ берді, соның арқасында оттым. Айқын басындық бұны? 67 келі салмақта Қарасайлық Әділбек Еркінді еркін ұтқан Ілелік Леонид Ким үздік шықса, 70 келіде Райымбек ауданы Сүмбе ауылының тумасы Әмір Оқан Талдықорғандық Дастан Оразғалидан шеберлік асырып, жеңімпаз атанды. Қарсылас жақсы дайындалған, бірақ мен өзім жасау емеспін. Қарсыластың дайындалған көрініп тұр, бірақ өздеріңіз көргендей бұқаға да бұқа табылады демекші. Өзім жеңіс сәрес алдым шыны керек. 4 жекпе-жек өткіздім, бір күн демалыс болды шыны керек. Оңай жарыс болмады мен үшін. Бапкеріміз өте жақсы кісі. Мен дайындалып сол кісінің арқасында, ең бірінші Алланың арқасы, екінші Қалқым Нағайдың арқасында жеңіске жеттім. Қалқым Нағайға да рахмет айта кетсем. 70 кг салмақ дәрежесінде бірінші орын алды, бір баламыз чемпион болды. Бір баламыз үшінші орын алды. Жалпы өзі балалар жаман емес, жақсы дайындалды. Бұйыртса енді аймақтық Қазақстан чемпионатынан дайындаламыз жақсылап. 70 келіден жоғары салмақ дәрежесінде Жамбыл ауданының жас боксшысы Нұргелді Жұмабай ақтық жекпе-жекте еңбекші Қазақ ауданының өкілі Илдар Именжаннан жеңісті жұлып алды. Финалдық жекпе-жек тартысты өтті. Өзіме қатты ұнады. Сопернигіме мықты екен. Енді Барын салдың? Барын салдым. Болашақ жоспарым Олимпиада чемпионы болып профессионалный бойға барғым келеді. Сонымен бейресми жалпы командалық есепте Талдықорған қаласының командасы топ жарса, еңбекші Қазақ ауданының жас дарындары екінші орынға көтерілді. Үздік үштікті Ілеліктер түйіндеді. Ұйымдастыру деңгейі жақсы, осы ауылдағы ағаларымызға, осы ата-аналарымызға рахмет. Ағаларымыз, ата-аналарымыз тоже кішкене көмектесіп, ауыл болған деген жататын жер кішкене қиын болды бізде. Гостиницалар аз, осы халқым, осы Шелек ауылының халқы жақсы, рахмет. Үйлеріне бөліп, квартираларға үйіне алып, үйіне тамақтарын жасатып, сөйтіп, бәрі күтіп, жақсы болды бәрі. Чемпионат жеңімпаздары мен жүлдегерлері ұйымдастырушылар тарапынан медаль дипломдармен марапатталды. Сондай-ақ жарыстың өз деңгейінде өтуіне белсенді атсалысқан, демеушілік көрсеткен азаматтарға арнайы алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табыс етілді. Өзімде кезінде боксқа қатысып, чемпион болғанбыз. Біздің кезімізде бұндай жағдайлар болмаған, сол кішкене демеушілік көрсетіп, жалпы боксшылардың деңгейі жақсы, керемет деп айтуға болады. Енді осы рингтен, осы біздің ауылдан көп боксшылар, атақты боксшылар шыққан. Елмұрат Қайыпжанов ағамыз да шыққан осы Шелек өңірінен. Болашақ жоспар сол ауылдың спортын кеңейту, Алла қаласа көтеру. Осы мына бапкерлер, осы Шелек ауылының, еңбекші Қазақ ауданының бапкерлеріне бір жақсы чемпиондар болу, олимпийский чемпион күтеміз, Алла қаласа. Жалпы енді ерінбей еңбек етсең, жемісін жейсің дейді ғой. Аллаға шүкір, осы азаматтармен бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет айтамыз. Спорт мектебіміз қолынан келгенше жан-жаққа жіберіп жатыр. Сол енді ойымыз осы Олимпиада чемпионын шығару. Жеке біріншілікте финалға шыққан боксшылар ақпан айының аяғында Қарасай ауданының орталығы Қаскелен қаласында өтетін шығыс аймақтық Қазақстан чемпионатына жолдама алды. Үмітіміз алда. Осы Қазақстан Республикасының чемпионы шықса екен деп, өткен жылы өзіміздің бір оқушымыз осы оқушылар арасында Қазақстан чемпионы болған. Сол енді биыл да сол қайталанады деп ойлаймыз. Ал сол жарыста үздік танылғандар Жамбыл облысының Шу қаласында жалауы көтерілетін ел біріншілігінің финалдық кезеңіне қатысады.